Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн, қайырлы түн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Тілім күрмеліп қалды ғой. Қазір міне Тоғжанды бүгінгі тікелей эфирде Тоғжан болады. Тоғжанды шақыру үшін күтіп отырмыз. Тоғжан әлі кірмеген секілді тікелей эфирге. Қайырлы түн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтті ме? Бүгін бізде блогер қыз Тоғжанды күтіп отырмыз. Баршаларыңызға сәлем. Тоғжан, қайдасың? Сені тікелей эфирде күтіп отырмыз. Қазір жарайды. Бүгін бізде блогер келіншек Тоғжан тікелей эфирде. Тоғжан Серікбай деген келіншек екен, өзінің фолловерлары да жетерлік. Бүгін сол қызбен тікелей эфирге шығамыз. Негізі бүгін біз Майра Төлепберген ханыммен тікелей эфирге шығу керек болатынбыз. Бірақ ол кісі техникалық ақаулар бүгін болады, сондықтан бүгін мен шыға алмайын, басқа күнге ауыстырайық деген соң. Майра Төлепберген ханымды 26-сы күні сағат 8:30-ға шақырдым. Алла жазса 8:30-да Майра Төлепберген ханыммен тікелей эфир жүргізетін боламыз. Өте қызық болады деген үміттемін. Және де сол күні қосылуды ұмытпаңыздар. Біздің жаңа лайв сұхбат бағдарламасына қосылып, біздің бағдарламаны тамашалап жүрген көрермендерге үлкен алғысым шексіз. Сұрақтарыңыз болса, кейіпкерлерге сұрақ қойып отырсаңыздар болады арасында. Кімді көргілеріңіз келеді біздің тікелей эфирде, оған да запрос жасасаңыздар, мен қарастыратын боламын, яғни танымал адамдар болса да. Бірақ енді әзірге қазір танымал адамдардың өмірлері өздерінің парақшасында да түсінікті. Жаңадан шығып жатқан жаңа таланттарды шығарғанға не жетсін, жаңадан блогерларды танып жатсақ, бізге жақсы емес па парақшамызда. Так, Тоғжанды қоса алмай отырмын. Тоғжанды күтіп қалдық. Тоғжан кіре алмай жатқан көрінеді. Білмеймін, енді қазір шақырып жатырмын, бірақ мінекей Тоғжан. Тоғжан, кірдің ба, қосылдың ба? Загрузки прямого эфира. Тоғжан ханым, сізді күтіп отырмыз тікелей эфирде. Бүгінгі тікелей эфир қызу талқы, қызу әңгіме болады деген ойдамын, сырласамыз. Баршаңызға қайырлы түн. Алла тағала тыныштығын берсін. Мінекей подключение болып жатыр дейді, қосыла алмай жатқан сияқты. Кешеде түнгі эфирде Мағжан ініміз қосыла алмай. Енді бүгін қарасақ қосылыпты, әпше деп мені атап, мен сізді көріп тұрмын деген екен. Мен де бүгін көре алмай отырмын, мінекей. Қайда кеттің? Не может присоединиться, дейді. Көріп отырсыздар ма, маған жазыңыздаршы. Тоғжан қосылып жатыр ма? Мен көрмей отырмын ба әлде? Вот. Қайырлы түн, қалайсыздар? Зора қосылдым. Негізі қосылып мені көріп отырсың ба, әлде ожидание болып отыр ма қосылмай? Қосылмай жоқ, мен наоборот сізді көрмей тұрмын, өзімді көріп тұрмын ғой. Сізді көре алмай тұрмын. Қатып тұрсыз ба? Қалайсыздар? Қайырлы күн. Өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Парақшаңмен таныстым. Тамақтар жасап, неше түрлі ас үйіне жақын екенсің, Иә, келдім.
Иә, Аха. келіндік вообще негізі ас үй де бар, жалпы. Сосын тиктокта түсіргенді жақсы көремін. Келіндік қарапайым өмір ғой, күнделікті. Мгм. Ешқандай несі жоқ. Стористарым да сондай. Мгм. Үйдің тірлігі бітпейді дейсің ғой. Иә, Аха. кебең тіршілік азаннан кешке дейін. Иә. Соны кейде салуға да ұялып қаламын сториске. Осы біреудің тірлігі бітпейді ау деп. Неге Ойлап бәрімізде қаламай солай, деп. бәрімізде солай. Жер үйде тұрсаң да, мынандай үйде тұрсаң да тірлік бітпейді ғой негізі. Іздеп Иә, тапсаң. Иә. тірлік Өзіңді көп. таныстыра кетсең, қай өңірдің қызысың, қайда тұрмысқа шықтың дегендей, қай жастасың? Мен есім Тоғжан, Мгм. жасым 28-де, шатаспасам. Қызылорда қаласының қызымын, Қызылорда қаласының келінімін. Вообще осы жерде туып өскенмін. Мгм. Сол келінмін осы алтын әулетіне. Өзім алтынның қызымын. Аха. Алтын әулетіне келін болып түстім. Үйленгенімізге келін болып түскеніме 3 жылдан асты. Аллаға шүкір. Мгм. Қанша бала шағаларың бар? Бір бөпеміз бар, Алишер деген, 2-ден асты жасы. Жақсы екен. Аха. Иә, жақсы Негізі шүкір. осы кішкентайыңда Тоғжан қандай болды негізі? Айтып кетсең. Бұзық қыз Кішкентайымда. болдың ба? Момын қыз болдың ба? Қазір қандайсың? Ойбай, жоқ. Момын қыз болған жоқпын точно. Сөйлеп қалған, бұзық, ерке, сондай қыз болдым. Мгм. Жалпы. Үйдің қаншасыншысың? Қанша үйде Ең ағайындысың? кішкентай кенжесімін, менің сестрам бар и ағам бар, тәтем мен ағам. Мен ең кішкентайымын, бұзық қыз болдым. Мгм. Ал қазір Ерке. бұзықтығың басылды деп ойлайсың ба Ойбай, тұрмыста? қазір иә, басылып қалған. Баяғыда бұзық, ерке, сондай тәлпіш, сондай тоғым. Күйеуге шыққанша ерке болдым ғой. Енді қазір Қазір сенің ұлың, қызың саған ұқсайды деп ойлайсың ба солай? Бұзықтығы болса көтересің ба өзің? иә, көтерем ғой енді. Ұлым да нормально бұзықтау шамалы. Мхм. Әлі енді тілі шығады, сол уақытта бұзықтығының бәрі байқалады ғой енді. Ал енді кім болуды армандадың өзің кішкентайыңда? Звондап жіберіп отыр ғой маған. Аха. Үш Кім болуды секунд. армандадың сен кішкентайыңда? Кішкентай кезде Тоқтап қалды, иә? Тоғжан. Оқымысты пысық қыз болды дейді. Тамаша, керемет. Тоғжан қатып қалды. Тоғжанға біреу хабарласып қалған болу керек, иә? Күте тұрайық, ештеңесі жоқ. Ондай болып тұрады ақаулар. Ой, бұл Тоғжан бізді тастап кетті ғой. Тоғжан, қайдасың? Сені іздеп табу керек. Қосыл бізге. Қызу талқы болып жатыр, қызу әңгіме болып жатыр еді, Тоғжан шығып кетті. Техникалық ақаулар болып тұрады, тікелей эфир болған соң. Ал Тоғжан, жалғастырайық. Техникалық ақаулар болып жатыр. звондап жатыр ғой еще. Шығып кетіп жатырмын ғой сонымен. Аха. Сені мына жақта мақтап жатыр, сенің оқырмандарың болу керек. Тоғжан өзі кітап көп оқыған деп жатыр. Иә, жақсы. Кім болуды армандадың? Мен негізі кішкентайымда. Иә. Кішкентайымда мен мұғалім болуды армандадым, апай болайыншы деп. Барлық қыздар сияқты мұғалім болуды армандадым. Кәдімгі арман ғой, апай болайын деп. Мен ағамның өзі мұғалім, сосын барып жоқ болмайды, мұғалімді қиын жұмыс деп, сонымен уговаривать етіп, болмай қалдым мұғалім. Қандай мамандық оқыдың негізі өзің? Бухгалтер мамандығын оқыдым. Бухгалтер, финансист, қаржыгер. Сол кездері хит мамандықтар болды ғой, жүр. Әлі де сондай ғой. Сол кезде бәрімен бірге. Келмес бұрын жұмыс атқарып көрдің ба бір жерде? Иә, кассир болып жұмыс істеп, негізі декретке сояқтан шыққанмын ғой. Сосын үйде отырдым енді декретте. Сөйтіп инстаграмға қызығушылығым ашылып, бәріне қарасаң күшті, да енді білмеймін. Сонымен менің де қолымнан келетін сияқты, давай көрейінші деп күйеуіме айттым, сосын давай көр деп, сонымен сөйтіп бастап кетті.
күйеуің блогерство. қызғаншақ емес па, блогерлықтан қызғанып Жоқ, вообще ондай сапа емес. деп? Аха. Ондай емес, Құдайға шүкір. Вообще в любом неде барлық нәрсе бастамамда әйтеуір не поддержка беріп, сөйтіп отырады. Давай, иә, болады деп. Ал енді қазір осы блогерлықтан жақсы ақша тауып, осы блогерлықтан көтеріліп жатсаң, өзіңнің жұмысыңа, өзіңнің мамандығың бойынша салаға қайтадан келер ме едің, оралар ма едің? Иә, оралам, әрине, өзімнің мамандығымды тастамаймын. Сен Құдай қаласа, Аха. осы ағайда баламды садикке беріп, жұмысқа шығам деп өзімді пландап Блогерлықты отырмын. қатар алып Алла жүрем қаласа. дейсіз ғой? Қатар міндетті түрде тастамаймын. Блогерлықты қатар алып жүрем дейсіз ғой? Аха. Күш жұмсадым, қанша энергия жұмсадым осы парақшаны дамытуға, сондықтан тастамаймын. Аха. Жолдасыңызбен танысқан уақытты есіңізге алыңызшы, қалай таныстыңыз, қалай ғашық болдыңыз, бірінші кездесулеріңіз, бірінші қызықтарыңыз, сол жайлы бөлісе кетсеңіз. Сіздің жүрегіңізге жақын. Сұрақты түсінбедіңіз ба? Иә, естілмей жатыр, қатып қалды ғой жаңа. Қайта айтсаңыз. Жолдасыңызбен танысқан кезіңізді есіңізге алыңызшы. Жолдасыңызбен қалай таныстыңыз, қай жерін ұнаттыңыз, қалай ғашық бола бастадыңыз, алғашқы кездесулеріңіз, алғашқы жүрегіңізге тиген жолдасыңыздың әңгімелері. Ал қайта шығып кетті. Қайта қосайық, ештеңе етпейді. Тоғжан. Керемет әңгіме талқылап жатырмыз. Тоғжанның қазір жолдасымен қалай танысқанын. Я, Тоғжан қатып жатыр, Тоғжан шығып кетті енді. Жолдасымен қалай танысқанын, ең қызықты кезеңдер, қалай ғашық бола бастаған кез, бұл деген өте бір қызықты тақырып қой. Қосыла алмай. Тоғжан, қайда кеттің? Жоғалтып алдым ғой сені. Қайдасың, Тоғжан? Тоғжан тіпті шығып кетті ау деймін прямой эфирдан. Тікелей эфирден шығып кеткен болу керек, таппай жатырмын. Тоғжан, ал міне кірді ау деймін. Қазір қосатын боламыз. Тоғжан, қосыла ғой бізге. Мынау ше, сумай тұр, Тоғжан, сенде интернет шығып жатыр, қайта менде жаман ұстап тұрма. Үзіліп кетіп жатыр, иә? Мен естіліп тұрмын ба, нормально? Иә, естіліп тұрсыз. Аха, қызық әңгіме болып жатыр еді дейді. Жолдасыңызбен танысқан кезіңізді есіңізге алыңыз. Ең керемет шақтарды, қалай ғашық бола бастадыңыз? Жолдасыммен танысқанда бізді таныстырды. Жолдасыммен бір общий друзьямыз бар, орта досымыз. Сол кісі таныстырды. Жақсы бала, жақсы жігіт деп. Мен де енді айтқанша жақсы қыз деп. Сонымен таныстып, сөйтіп особо бір вау дейтін білмеймін. 25-те менің жасым ол кезде. Жоқ, 23-темін. 23-те. Сөйтіп екеуміз 2 жылдан аса жүріп, 25 жасымда үйлендім. Ол өзі 26-да тұғын. Сол 3 жылдай жүрдік. Негізі өзі 18 жастан үйленіп кеткенге қалай қарайсың? Негізі еш жиып, 25
үйленген дұрыс деп ойлайсың ба, әлде ертерек тұрмысқа шығып иә, әрине. Жоқ, ол лучше деген жүріп, спокойно, оңды солыңды біліп, 25, енді мен ойлаймын, максимум 25, енді 26 можно. 30-ға дейін күйге шықсақ болды ғой. Бірақ енді 18 жас деген өте енді қимаймын мен, жас қыз, құдай-ай. Білмеймін ғой енді. Өмір көрмей қалады, иә. Иә, шамалы. Бәрібір қаншалықты ата енемен тұр, бөлек тұр, бәрібір енді бойдақ кез бөлек, қыз кезің. Күйеуіңмен тұрған кез бөлек қой, уже сен әйел боласың, одан ана боласың. Болашақта ұлыңды қай жаста үйленуге, мысалға, енді үйлен балам, болды, уже уақыт болды деп мәжбүрлейсің ба, әлде өзінің... Жоқ, мәжбүрлемеймін, негізі күтем. Қаншаға дейін айтады өзі, күтем енді, 24-25-ке дейін күтем ғой, 25-ке дейін күтем. 26-ға дейін бұрайын дейсің ғой. Содан кейін айтамын, үйленбейсің ба, қызың бар ма деген сияқты сұрақтар айтамын ғой. Былайынша өйтіп, мазасын алып қайта білмеймін. Білмеймін ғой әлі. Иә, енді басымызға түспеген соң әлі білмейміз ғой ондай. Жаспыз. Иә, жаспыз ғой, әлі ондайды білмейміз. Басымызға түскен соң, может, үйлен деп айтуы мүмкін. Бірақ анда мен 25-тен ерте үйлен деп айтпас едім. Шамалы ер адамда, ер жігіттен бөлі. Әрине, бірінші келін болып түскендегі ең ұятқа қалатын, мысалға, тамақ істеп ұятқа қалдың ба, әлде бір, қалай айтсам, үйді жиналмай, сондай бір тірлік болды ма өзі ұятың? Блин, ұялып тұрмын, не істедім деген сияқты сондай болды ма өзіңде? Енді 3 жыл тұрмыста болыпсың. Иә, менде прям, білмеймін енді, ең бірінші түскенде әйтеуір ештеме істей алмайтынын точно білем. Ана енем келіп рашки істейміз дегенде, рашкиге картошканы қалай турайтынын білмеймін. Сөйтіп құдашама звондап, менен бұрын не істеген ғой, күйеуге шыққан ғой. Құдашама жазып WhatsAppпен, рашкиге картошканы қалай турайым, сәбізді қалай турайым деп ше. Сөйтсем ол. Иә, әңгімеміз қызу талқыға түсіп жатыр, бірақ мынау техникалық ақау бізге кедергі жасап жатыр. Кәдімгідей мүмкіндігімізді қысып тоқтап қалып жатқан жағдайы бар енді. Ал Тоғжанды күтейік енді. Тоғжанда интернет ұстамай тұр ма екен, әлде менде ұстамай тұр ма екен, түсініксіз жағдай болып тұр. Ой, қайта шығып кетті. Бүгін не болды өзі? Бүгін не, қандай күн өзі? Қайта шығып кете берді ғой менің қонағым. Сәттілігін салсын деп жазыңыздаршы, кәнекей, сәтті болсын, сәтті аяқталсын деп жазыңыздаршы. Болды, кірдім, мен ше, ана аяқта білмеймін, отырсам, ана жер диван, не еді ол, кресло ше, жүктер көрінбей қойсын деп, сөйтсем білмеймін, что-то шығарып тастап жатыр ғой, қайта мен. Енді дәл мына жерге келдім. Жақсы тартады, не знаю. Бізде главный әңгіме, главный өзің, сондықтан сенің әңгімең бізге қызық болып отыр, сондықтан ешқандай неге мән бермейміз. Сөйтіп нені рашкиді істей алмай, турай алмай, әйтеуір, зорға істеген кезім болған. Құдайдың бір рашкиін қазір күлкім келеді ғой. Қандай керемет астарда, тамақтарда емес. Иә. Шүкір, жаймен бәрі опытпен келеді ғой. Иә, енді мысалға сен енді қазір тамақ жасап, түрлі астармен айналысып жатсың. Мысалға мен өзім жасамаған тамағымды кешкі асқа дайындауға қорқақтаймын. Сенде сондай болды ма, мысалға, тамақ жоқ үйде делік, мысалға, үйде тамақ жоқ. Бірақ сен жаңадан бір тамақ жасағың келіп тұр да, соны бастадың делік. Бірақ ол дәмі кермей қалды, сен күткендей болмай қалды дәмі, және де кешкі аста аш қалған уақыттарың болды ма? Енді аш деген кішкене дөрекі болады. Жоқ, түсіндім ғой, жоқ, мен енді білмеймін, қалай шығады, солай берем, шықсын шықпасын новый тамақта. Енді бары осы деп айтам енді. Негізі бұл бұлай болу керек еді деп қойып. Түсінеді, үйдегілер ештеме демейді.
деп жей береді үндемей. Шамалы атам айтуы мүмкін. Шамалы прикол ұстап. Солай ма деп ше кекетіп, былайша ешкім ештеме демей жей береді. Тұзы Енді күшті болған бірақ уақыттар болды ма тамақта? тұзы ащы, болды, иә. Жеуге невозможно, ондай болған жоқ. Бірақ тұздылау болды. Анау неше түрлі болды, енді мантым тұзды болды, ойбай. Ондай ащы болмаған ғой, бірақ тұздылау ше шамалы. Бля, мынау не ащы болып кеткен ба деп қобалжып, құдай әйтеуір күнде не боласың ғой, келін болып түскенде, күнде кино, күнде приключение болып жүресің. Жаймен сосын уже үйренгеннен кейін уже анау сасып тұрған соң уже білмейсің ғой нені қалай салдың, ал уже жаймен уже үйренгеннен кейін осы үйге уже спокойно істей бересің. Келіні тұзды былай себесін дейсің ғой. Иә, бүйтіп сөйтіп спокойно сөйтсің. Енді осы келін болып түскен кезде ең қатты қуанған кезің, есіңде ма солай қуанған кезің бар ма? Қуанған кезім, білмеймін, ана болған кезім шығар, сол қуанған. Алешер дүниеге келгенде күнде барынша қуанамын. Мерекелер болады ғой, мерекелерде күтпеген жағдайда гүл алып келіп, болмаса бір гүл алып келіп, иә, ондай да күйеуім менің жақсы, ол жақтан гүл беріп тұрады туған күнінде. Вахтыда болса, вахтамен жұмыс істейді ғой күйеуім менің. Сол кезде гүл жібереді. Болды ондай подаркілер неше түрлі. Әйтеуір шүкір, кейбір айтады ғой, күйеу үйленгеннен кейін күйеуім мүлдем я гүл бермейді, я подарка бермейді деп ше, енді Құдай сақтасын. Ондай емес күйеуім. Бұл жерде сенде бақытының несі әсері күшті болып тұр ғой, ол сағынып келеді. Иә, сол ғой, сондықтан суымайды араларың. Сағынып келеді, иә, сосын анау алыстамын деп ше, енді туған күнінде қасыңда емеспін деп ойлайды шығар, енді білмеймін, подаркілер. Иә, мен ойлаймын ғой, сол вақытымен жұмыс істегеннің бір плюс сол шығар, былайша қиын әрине. Бір өзің да енді қанша еще мен күйеуім айлап істейді да. Ал уже не болғаннан кейін жаңағы вақыт бір плюсы жаңағыдай ғой, айлап көрмегенсің, ыстық болып бірін сағынып қадіріңді біліп дегендей ғой, шынында сөйтіп. Иә. Қасыңда болса түртпектей береді ғой, анау не, мынау не, бір-бірінен шаршайсың. Бақыты деген негізі қыздар. Иә, сосын анау смс-ті де айтады ғой, бізде смс-ті андай не дейді ғой, тым қызық жоққа күйеуің болған соң, қыз бен жігіт болғанда күшті жазатын едік дейді. Сонда айтады, біз енді бақытты болған соң неше түрлі жақсы сөздер, махаббатымызды білдіріп, әлі күнге дейін сөйтіп жазамыз ғой. Ондайды вообще жазбаймыз дегенде де таңғаламын ше. Негізі ол әйелден де бар, әйел өзі жылулығын жоғалтпау керек та. Әрине. Деп ұялмай айта беру керек, бізде қазақ менталитеті. Шамалы, иә. Яламыз ғой. Закомплексованный қылып тастаған ғой негізі. Мен бүйтіп айтамын ғой, Асхатқа күйеуіме настоящий түрімді без маски сен білесің депші. Потому что сен келін болғанда үйде артық сөйлей алмайсың, қатты бүйтіп күле алмайсың ғой, ата енемен тұрған соң деп жүрмей отырасың, ал уже емін еркін өз бөлмемізде ха деп тоғжан шығады. Бәрімізде солай, сол шынайы, білмеймін, сондайларды вообще негізі құртпау керек. Көбісі келінмін деп та уже бүйтіп қалып, мен келінмін деп күйеуінің алдында да ұялып, ойбай, несіне ұяласың деп. Күйеудің алдында ұялмау керек, барынша ашылып, изюминкаң болу керек қой, изюминкаңды көрсетіп, қызықты болу керек қой, сол дұрыс айтасыз. Келіншектерге негізі мастер-класс негізі күшті болып жатыр. Иә, шүкір. Келіншектерге де, жігіттерге де, негізі жігіттер де үйленгеннен кейін грубиян болып кетеді. Неге? Потому что күнде көреді, күнде қасында, сосын жаңағыдай кішкене арасында жылулық бітіп кетеді да. Негізі жаңағыдай күнделікті жаным деген сөздің өзі қандай адамға жағымды, мысалға көңіліне. Иә. Өзің де жақсы болып қаласың, саған жолдасың. Әрине, иә. Шай ғой, десе, например, сен де тұрсып қаласың ғой, иә да. Бай деп. Негізі енді әттең-ай деген кезеңдер болды ма?
тірлігің болсын, жұмыс болсын, оқуың болсын, мысалға басқа оқуға түсуің керек еді деген өмірде. Өмір болған соң әрине болады, неше түрлі. Ол, мен ойлаймын, ол период негізі болатын нәрсе болады. Вообще негізі барлық біз бүйтіп ойлаймыз ғой, мен таңдадым, мен шештім, мен осы жігітке тидім деп ше, например. А ол негізі біздің нәрсеміз емес, ол деген Алла тағала өз бәрін жолмен, ретімен келтіреді соған. Осы қазір қалаймыз, соның бары Алла тағала осы келтіріп отыр. Осы бала бар, осы күйеу бар, осы ата ене, осы мамандық. Ол жерде біздің былай өзіміз шешкен сияқты боламыз, а на самом деле оның барлығы келеді өзі тағдыр есебінде ше. Сондықтан бір период болады. Вот неге даже болады, неге мен бұл күйеуге шықтым дегенде период болады. Білмеймін, бәрі әйелде болады шығар. Неге мен бүйтіп таңдадым, не істедім деген период болады. Одан әйтеуір аман есен сол периодтан өту керек. Ең бастысы сабыр сақтап, барлығы шешіледі деп дұға тілектеріңізді, сүрелеріңізді білетін оқып, айтып, шамалы сабырға келіп өтсеңіздер сол периодтан. Дальше спокойно жизнь әрі қарай өтеді, бәрі керемет болса деген ой, ішіміз пісіп кетеді уже, не істерімізді білмей. Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой, үйде. Тұрмысқа шыққан кезде, менде де болған, тұрмысқа шыққанда ашуымыз қатты болады, қызуғандымыз, жаспыз. Білмейсің. Қатты ұрысып қалатын кездер, жаңағы көңілге тиетін сөздер айтып қалған кездеріміз болған. Кейін қазір енді түзелдік қой, сондайдан өттің ба өзің? Қазір жайменде көп нәрсені түсінем. Қазір ше көп нәрсені түсінем. Мен басында ананы түсінбейтін, мынаны түсінбейтін, көп адамдардан көп нәрсе күтетін тұғынмын ше. Білмеймін неге екенін. Анау маған қарасын, анау маған бүйтсін, анау маған сөйтсін, как будто мне все обязаны ше. Жайменде түсіндім ғой, ешкім ешкімге обязан емес, ешкім ештеңе күтпеу керек. Өзіңнің тірлігіңді, өзіңнің жолыңмен жүріп, спокойно жүрсең, ешкімге саған ондай артық әңгіме де айтпайды. Жаймен деп түсіндім ғой. Соқтым келеді ғой негізі. Орыстарда сөз бар ғой, никто никому ничего не должен. Сондай ғой, тура сондай. Бетке айтқан дұрыс деп жатыр мына жерде. Бетке айтқан дұрыс, бірақ оны мынандай сабырмен отырып, күйеудің өзіне жеке отырып түсіндіретін. Дұрыс, ашумен бажылдап ұрыссаң, еркек ол төбелесіп қаласыздар. Төбелесіп қаласыздар. Дәл сол ашудың үстіне онда айтпаған дұрыс. Дұрыс тартпай отыр ма? Мен жақты екен. Ұстамай жатыр ма, Тоғжан, қайта естілмей қалды. Ұстам ба? Естілмей қалды сана бәсе. Білмеймін, сол жерде отырмай әлі қозғалмай. Жолдасыңмен сырласасың ба? Или мысалға достарыңа, құрбыларыңа ғана тапсырасың ба өзіңнің сырларыңды, ешкімге айтпайтын? Жоқ, ондай жоқ. Күйеуіме вообще менде сыр жоқ екен. Күйеуіме барлығын айта берем. Бірақ менде андай құрбым айтады ғой, кейбір әйелдер бар ғой, құрбысының да айтқан күйеуіне айтатын ше. Мен ондай емеспін. Құрбым маған айта ма, мен өзімде қалады. Оны күйеуіме айтып, не істемеймін. Өзімде қалады. Ал өзіміздің ішкі семьяда болатын нәрседе мен вообще сыр ұстамаймын. Күйеуіме бәрін айтамын. Әрине, сол дұрыс. Сол дұрыс. Осы ұнайды, мынандай ұнамайды деп. Дұрыс. Ашып айтқан дұрыс та басынан бәрін. Сонда күйеуі айтады ғой, намеков не понимает дейді, орыстарда тағы да. Орыста, еркектер тіке айтсаң ғана түсінеді. Ер кісілер тіке айтқанды ғана түсінеді. Негізі енді күйеуімнен ұялмаймын дедің ғой, бірақ енді мысалға былай ұялатын сырларың бар ма араларыңда? Мысалға сен күйеуіңе оны айтуға ұяласың. Ішіңде қалды бітті, оны ешкімге айтпайтын сырың бар ма негізі? Жоқ, бәрін айтамын. Білмеймін. Ондай қатты. Енді гиф ойнатып көрдің ба? Басқа тақырыпқа ауытқиық онда. Гиф ойнаттым, гиф ойнаттық. Наргиз келін екеуміз совместный
гиф дейді ондайды мен бір өзім әлі гиф Наргиз ойнап бізде болады тікелей эфирде алдағы уақытта. сол екеуміз бірге ойнаттық 3 рет гиф ойнаттық жақсы. Оқырмандар оқырмандар мысалға көңіліңізге келетін сөздер айтып, гиф үшін сөз естігеніңіз болды ма? айтады. Өтірік ойнатып жатсың, біздікін беріп жатсың деген секілді бола ма? Айтады, иә, болады. Туысқаныңа беріп жатсың, әділ емес. Менде даже біреу болған, кіл қызылордалық ұтады, сені неге қызылордалық ұтады деп ше, как будто мен әдейі істеп тұрғандай. Енді ондайлар болады ғой, обязательно көңіл толмаушылық. Ол қате менен емес, ол өзінің ішінде, значит, үйінде проблемасы бар, жағдайы дұрыс болмай жүр ма, көңілі толмай жүр ма, көп нәрсеге. Соны негативті ол жан жақта шашыратады да, ол өзінікі дұрыс емес деп айтпайды да, ол кісілер уже сенікі дұрыс емес, сен бүйтпейсің деп. Неше түрлін жазады маған, шынымды айтсам ше, түрің жаман, көзің қисық, уродкасыз, неге сіз вообще сториске шығасыз дейтіндер де бар. Жоқ, вообще көңіліме алмайсың, иә? Алмайды екем. Аллаға тапсырасың болды. Иә, күліп отыра беремін мен. Айтса айта берсін деп қоясың ғой. Иә, кім айтпайды, Құдай-ау. Алға жылжитын адам ешкімнің сөзіне мән бермеу керек. Вообще негативті көп жағдайда білмеу керексің ғой. Қабыл алмау керек, иә. Иә. Терей берсең көп қой былайынша. Отандық әншілерден кімді тыңдайсыз, жақсы көріп, прям осы үйді жинағанда қосып қойып, болмаса құлағыңызға қосып қойып? Иә, кімді ғой, в основном Аргония деген шықты ғой қазір. Сол мен Қайрат Нұртастың екеуінің сәлемесінің дуэттерін көбінесе соларды тыңдаймын. Ол кісінің де дауысы ерекше, иә? Иә, әдемі, иә, жақсы, ұнайды. Мен былайынша көңілді музыкаларды жақсы көремін. Тыңдай береді екенмін, қайсысы өйтіп талғап бір адамды мынаны тыңдаймын тек қана деген жоқ. Қайсысы ұнайды, ютубтан не шығады телевизордегі, соны ұнаса қосып тыңдай беремін. Көңілді болса болды, андай лирика бір ше, өте баяу музыканы тыңдай алмаймын мен. Ішім пысып кетеді. Иә, негізі бірақ әндерді сөзіне қарай қарап тыңдайсың ба, әлде музыкасы болса бұл тыңдай бересің ба? Мысалға, осы Қарақат ханым мүлде жаңағыдай айырылыстық, сағындым, сені көрмедім, көргім келеді деген сияқты әндерден жаңағыдай не қылады екен, отказ береді екен да, постоянно жаңағыдай мүлдем қабылдамайды екен ондай әнді. Тек жаңа жақсы сөздер болсын арасында, тек қана позитив болсын деп. Ол да дұрыс қой, иә. Иә, ол да дұрыс қой. Енді ондай мен сөзіне де мән берем, иә, әрине. Қазіргі даже ол былай тұрсын, айырылыстық қазір деген боқтайтын сөздер де бар ғой арасында, шошисың, прям ойбай, наны да өлең қылып шығарып жатыр ма деп ше. Әрине, ондайды вообще ондай тыңдамаймын. Маған жаңағыдай ғой, веселый, жақсы көрем, сұлуым деген сияқты бір жақсы сөздермен сондай тыңдаймын. Позитив қой маған, иә, ең бірінші позитив. Андай лирика болса, әр нәрсе есіңе түсіп жатыр. Жылап отырамын, көміркіп жатайын деп көңіл-күйіңді түсіретпейсің ғой. Көңіл-күйді түсірет. Иә, сондықтан позитивте болу керек негізі. Әрине. Қолдан келгенше. Көбісі маған айтады, қалай сен позитивный болай бересің, құпиясын айтшы дейді. Мен айтамын, мені ешкім маған келіп настроениемді көтермейді, өз-өзім настроениемді көтеремін. Әрине. Сөйтіп көтеріп жүруіміз керек деп айтамын ғой. Иә. Мастер-классқа сұраныс бар ма негізі? Өзің еле өткізіп көрдің ба әлде? Мастер-классқа ондай жоқ. Тамақтан ба? Ондай жоқ. Мен курстарды өткіздім, блогерствоны бастау, блогерлікті алып жүру, содан 3 курс өткіздім. Нені мастер-класс өткізіп жүрген жоқпын. Енді мен аса бейт повар сияқты өзімді елестетпейді екенмін. Үй ішіме отбасыма ғана жасаймын тағамдарды. Бірақ енді оқырмандар тарапынан сұраныс бар ма, болады ма? Мастер-класс өткізіп? Жоқ, ешкім сұрайды. Менен көбінесе бәрі рецепт сұрайды. Рецепт беріңізші деп, рецепттерді міндетті түрде саламын. Мен сториске қазір саламын ба, тамақты сразу бәрі айтады, рецепт беріңізші деп. Сол кезде сол күні кешке лентаға саламын рецептін. Осылай істедім деп. Тамаша. Дайректке негізі келген хаттар көп пе?
көп, иә, келеді. көп келеді. Иә, шүкір, көп келеді. Ол да Күнде адамдардың уақытың несі бола ғой, ма ол да. жауап беруге? Ой, жоқ. Жоқ деп. Ол ше жиналып қалады, оның бәрін ашып. Қазірдің өзі 100-ден аса менде не тұр ғой, Запрос? ашылмаған, иә, запрос. 100 более 100 деп тұр. Оның білмеймін енді. Қазір тазартсаң, қазір толады. Әрқайсысын оқу керек негізі. Өйткені адам шын ниетімен, көңілмен саған жазып тұр ғой, енді адам екен, блогер екен деп жазып тұр. Қол тимейді ғой негізі, иә, Қол тимейді келінсің көп жағдайда. Өйткені, иә, баланың жағдайы бар, ата-енем бар, одан үйімнің тірлігі бар, тамақ бар. В общем, бәрін алып жүруде өте оңай емес. Оның үстіне дайректті ашып оқып отырсаң, уақытыңды жейді ғой ол. Уақытымды жейді. Сосын мен ұзақ постты да вообще негізі инстаграмға біреудің ұзақ жазған оқымайды екенмін. Сосын мен де қысқа жазуға тырысамын. Біреу маған ұзақ бірдеңе WhatsAppпен даже жіберсе, мен оқи алмаймын, уже шыдамым жетпейді. Ана ойбай, ана қанша минут кетеді, қош деп. Сөйтемін, көп жағдайда айтамын, сосын аудиозапись, ұзақ бірдеңе жазатын болса, аудиозаписпен жіберші, тыңдай салайын. Не, роман жазып тастағасын деп па? Иә, қысқа нұсқа жазу керек деп сөйтемін. Бала тәрбиесінде неге көп мән беретін едің? Қазір енді балаң қаншада? 2-ден асты, кішкентай. Енді пока бізде ондай тәрбиелейтін, білмеймін, горшокқа үйретіп жүрмін. Тәрбием сол десе, горшокты. Басқа енді былайынша ерке, енді атасының, әжесінің баласы болған соң көп еркелетеді. Мен ұрсам да, ұрам даже ол баланы ше кейде. Сол кезде уже атасы мен әжесі ұрсады маған. Неге өйтіп ұрасың, кішкентай әлі үлгіресің, жапырақтай баланың қай жерін ұрасың деп. Былайынша енді біреудің затын алмауға, сондайға үйрету керек. Негізі өзіңді қаталанамын деп айта аласың ба? Қаталсың ба? Иә, былайынша енді ондай қатал емеспін, бірақ что нельзя, то нельзя айтам бірде. Дұрыс. Бірақ өйтіп, прям өте қатал болса да, иә, бала тұншығып кететін сияқты, анау болмайды, мынау болмайды дей берсе де, ойлап қиын ғой. Мына жерде оқырманнан сұрақ келіп түсіп жатыр, блогер болуға 3 кеңес айтыңызшы дейді. Блогер болуға ең бірінші шынайылық. Вообще негізі шынайылық. Өзің қандайсың, сондай болу керек. Иә, вообще өтірік, бүйтіп әртістік көп болса да, уже оқырмандар қызықпайды. Шынайы, кәдімгідей қалайсың өмірде, сондай болған дұрыс. Сосын қазіргі кезде көбісі әдемілікті жақсы көреді. Мен өйтіп әдемілік деп бастап, өзім бастан оқырмандарымды үйретіп тастағам. Осылай орамал, макияжсыз, мен вообще негізі боянбаймын. Бірақ реті келсе, стористерге әдемі боянып, сөйтіп шығу керек. Мен өйтіп шыға алмаймын енді. Көп жағдайда мен сыртқа шығатын кезде ғана не істеймін, боянып шығамын. Сондықтан қазіргілерге сол шынайылық, әдемілік, не болса да, үйің болса да, посудың болса да, түрің болса да, әдемілікті жақсы көреді ғой енді адамдар. Сосын үшінші не болу керек қой, фантазия. Көп болу керек фантазия. Таңғалдырудан шаршамау керек адамдарды. Қазір деген блогер деген көп адамдар таңғалдыру өте қиын. Қиын. Вообще аудиторияны ұстап тұру да қиын. Сондықтан фантазия керек енді. Бірінші очередь фантазия болу керексің дейсің ғой. Иә, анадан нан шығарып, неше түрліні ше. Әйтпесе адамдар, ой, қазір неше түрліні көріп тастаған. Миллионник блогерлеріміз неше түрліні көрсетіп жатыр ғой. Біз жете алмай, шаңында жүріп қой бер жағында. Иә. Енді шеймендеп болармыз. Пластикалық отаға қалай қарайсың? Негізі қазір енді блогерларда солай ғой, пластикалық байып кетсе бітті, пластика бастайды, көзден, ерінен, мына көкіректен бәрін жасай бастайды ғой, пластика. Ақша тапқаннан. Естілмей қалды, неге естілмей қалды екен тағы да? Естілмей тұр ма? Тоғжан, естіп тұрсың ба бізді? Блогер ханымның парақшасын мен қазір белгілеп кететін боламын. Бұл кісі Тоғжан, нижний пробел, Серікбай, нижний пробел. Тоғжан Серікбай деп жазсаңыз шығады. Мен ертең өзімнің сторисімда бұл кісіні белгілеп кететін боламын. Менің сторисіма кіріп қарасаңыз да бұл кісінің парақшасы белгіленіп тұр. Бүгін шығамыз деген болатынбыз тікелей эфирге.
қайтадан шығып кетті. Сәттілік деп жазыңыздаршы, өтініш. Бұл не деген сұмдық? 4 рет, 3 рет шығып кеттік. Тағы да қосайық Тоғжанды. Техникалық ақаулар бүгін кәдімгідей орын алып жатыр. Сәттілік деп жазыңыздаршы, оқырмандар. Бұл не деген сұмдық? Қайта өшіп қалып жатыр, иә. Неге өшіп шығып кетіп жатыр, түсінбеймін ше. Бірінші Wi-Fi-дің қасында тұрмын. Фантазияны қалай шақыруға болады дейді. Фантазияны іштен шығады ғой, сосын ізденесіздер, көп ізденіс керек. Ойбай, блогер болу да оңай емес, көп ізденіс керек. Азынан тұрғаннан салыпсың дейсің. Иә, көз ашқаннан сторис үзбеуің керексің. Ол да бір үлкен жұмыс кәдімгідей. Лентама не салам, бүгін пост не салам деп уайымдап, олардың ақпараты бар, статистикасы бар. Енді блогерлердің табысы сол реклама ғой, рекламаға беретін адамдар. Олар бірінші очередь статистиканы сұрайды, ақпаратын сұрайды, сторисің просмотрын сұрайды. Ал сен сторисің просмотр аз болса, саған ешкім реклама бермейді. Ал оның просмотрын көбейту үшін жаңағыдай ерекше нәрселермен таңғалдырып, иә, күнде жұмыс, күнде шығып, үйті ол шыққанда да просто так емес, ақпаратты көтеретіндей нәрселер постқа салу керек. Просмотрды көп жинайтындай, құр нәрсе салсаң да ілім. Бартерға, жарнамаға негізі көп ұсыныс түсе ма? Бартер мысалға мен товарды берейін сізге. Иә, көп жақсы түседі. Менен наличкадан гөрі сол бартер көп түседі. Себебі үйде отырған соң ба, білмеймін, жұрттың бәрі әйтеуір анасын заттай бергісі келеді да, шығарып жіберіңізші. Плюс ол негізі реклама берушілерге жақсы ғой, негізі затын көрсетіп тұрып істейсің да, рекламаны ше. Ал ақшалай берсең затын көрмейсің ғой, сен оны көрсете алмайсың. Сосын олар уже анадан адам көптеу барады, затын көрсетсең. Соны біліп алған ба, білмеймін ғой, бәрі әйтеуір заттай береді ғой. Мынауымды көрсетіп жіберіңізші, мынауымды жарнамалап жіберіңізші деп. Шүкір, енді оны да сатып алсаң ақша ғой деп өзің успокоиться ғой. Негізі жаңа бір сұрақ болған еді, блогерлар қазір байып кетсе бітті, ақшаның иісі келе бастаса болды. Мынау пластикалық ота жасата бастайды, көз, ері, көкірек бәрін өзгерте бастайды. Соған көз қарасын қалай, негізі өзің де солай көтеріліп, дамып кетсең, пластикалыққа жатар ма едің пышақ астына? Жоқ, Құдай сақтасын. Ол ең бірінші күнә, үлкен күнә. О дүниеге барғанда міндетті түрде жауап бересің. Әрбір өйткені Алланың берген, біздің Алланың берген денесін, біз аманатын дұрыстап, сақтап, кремдер бәрін жағуға болады шариғат бойынша. Себебі Алланың берген несін аманаты бұл деген. Күтіп, сақтап не істеу керек. Ал оны кесіп, өзгертіп, өзіңе ұнайтындай мүлдем болмайды. Менің себебі анам намазхан кісі, көп нәрсені айтып отырады, шариғатты айтып отырады бізге. Содан мен көп діни жақтан сауаттымын. Сол үшін мен ондай жасатпаймын, миллионник болайын. Себебі әр нәрсенің сұрауы бар, судың да сұрауы бар деген сияқты. Одан пластикалық ота түгілі шаш жалғасаң да күнә емес па? Иә, барлығы шаш жалғасаң да күнә. Кірпік дейді, қас, тырнақ дейді, енді білмеймін. Өзім кірпік жалғаймын, негізі наращивание жасатамын, өтірік емес. Бірақ енді маникюр онша істете қоймаймын. Себебі үйде ол тұрмайды да, общем. Тірліктен бәрі тірліктен ұшып кетеді ғой. Ал енді бір сұрақ қояйын, тоже щепетильный сұрақ. Сен мысалға кухняда посуда жуып тұрсың, артыңнан келіп жолдасың, сүйіп құшақтап дегенде құшағына енді алып жатқан кезде енең кіріп қалды, немесе атаң кіріп қалды. Өзіңді қалай ұстар едің, болмаса ұялып қаламын, әрекет етер едің? Ұялып қаламын да, сосын білмеймін, итер жетерім. Ондай болды ма? Жоқ, ондай вообще болмайды екен. Менің күйеуімнің өзі ата-енемізбен тұрған соң біледі ғой, әке-шешесі, мен ондай вообще ондай қылық жасамайды. Ол только спальныйда. Жас келіндер солай жасап жатады ғой, мысалға ата-енесінің көзінше деген сияқты көріп қалады. Ондай көп. Жоқ, ол былайынша ата-енесінің көзінше жаным деп сөйлейтіндерге де таң қалам. Бізде ол ерсі. Білмеймін енді. Мен ата-енем жан деп тұрса, күйеуім не дейсің дейді шығар.
Менде Бізде ондай. жолдасымның есімі Ғалымжан. Мен соның арт жағында жан деген сөзі де бар. Негізі өзімде жан деп үйреніп кеткем. Қазір ренжіп қалған жағдайда Ғалымжан десең, атыңды атама дейді. Өзі Иә, үйреніп негізі қалады дұрыс. екен. Иә, үйреніп Атын қалады. атамау керек негізі. Аха, Атын атамау керек екен күйеуінің ше. аха. Құдай жар болса енді атай беремін мен. Түгілі бүкіл жаңағы өзіңнің жұрт осы қайын жұрт жағыңның атын атамау керек қой, негізі біздің қазақтың салты. Иә, қазақтың салты бойынша сондай. Иә. Қазақтың салты бойынша күйеуінің де қайын жұртының да атын атамауға болады, бірақ шариғатта тек қана қайын жұрт ондай туралы айтылмаған, тек қана күйеуінің атын атауға болмайды. Вообще категорически запрещено негізі. Бірақ енді мен ешқандай ат қоя алмадым. Білмеймін неге екенін. Асхат. Фантазиям болмады ол жерде, жұмыс істемей. Жоқ, мен негізі Асеке деп айтатын тұғым ше, түскен кезде Асеке деп жүрдім. 2 жылдай ма? Жоқ, 2 жылдай Асеке деп жүріп едім, бір күні атам айтты маған. Неге өйтіп айтасың, жассыңдар ғой әлі деп сөйдеді да. Ой, сосын, ну ладно дедім сосын. Сами напросились деп. Иә, сами напросились деп ішімнен Асхат деп сөйтіп айтып жүрдім. Енді шын мәнінде мен атағым келген жоқ та, сосын айтты, Асеке деп ат қойып едім, әп-әдемі болмады, енді өтпей қалды деп. Енді атаң рұқсат беріп тұрса, әрине, иә. Иә, сосын атап кеттім. Одан басқа енді басқа бір атынан басқа енді Асекеден басқа білмедім мен не ат қоярымды. Сосын жарайды деп Асхат деп атадым. Мысалға, дүкенге барғанда болмаса салонға бір сондай мынау болады ғой, сон болсын. Иә. Сондай жерлерге барғанда сіз өзіңіз мысалға бір келеңсіз жағдайлар болып қалады ғой, Артур, ей қатын деп сөйлеп жатады ғой, бізде қазақ дөрекі болып кетеді. Сондай моменттер болды ма, және ондай ситуациялардан шығу жолын өзің қарастырдың ба, мысалға? Ондай болмапты. Менің күйеуім андай өте салмақты, көтерілу өте қиын былайынша. Бірақ бір көтерілсе қырып жібереді деп. Былайынша өте салмақты. Иә, сосын жағдай болды ма, сондай жағдай? Ондай жоқ, ондай вообще болмапты. Сосын ол қатын деп никогда сөйлемейді екен. Тоғжан, может енді интонациясымен айтуы мүмкін, Тоғжан деп ше, енді көзімен көрсетіп ше бір. Көзін ал артық дегенде. Қатак ондай қатын бірдеңе деген ондай болмапты енді. Өйтіп вообще атамайсың. Басқа кісілермен, мысалға жолдасыңмен емес, басқа кісілермен, мысалға сен салонға бардың, шашыңды қидырдың, немесе тырнағыңды жасаттың дегенде, сондай кезде құртып қойса, мысалға шашыңды қатты қиып тастаса, болмаса өзіңнің көңіліңнен шықпайтын нәрсе жасады делік. Сондай ситуациядан қалай шығатын едің? Әлде болды ма ондай ситуация? Шығып көрдің ба сондай ситуациядан? Иә, енді ештеме істей алмадым. Бір рет болды, мен кірпік жабыстырғанда вообще ұнамады. Бірақ енді не істейсің, айқайласып тұра алмайсың, бұл жерде уже бәрі бітті. Осы ғой енді коррекцияға келесіз, анау деп айтты енді, бірақ ішіме ойладым маған тағы звондап қалды. Сонымен коррекцияға келмеймін деп қой деп ішіме үндемей тұрып кеттім енді өйтіп. Иә, рахмет, иә. Рахмет деп сондай болды. Бірақ төледің ғой? Бірақ өйтіп төледім, обязательно төлеймін. Біреудің еңбегін жеуге болмайды негізі. Қандай тамаша. Тоқтап қалдың ба, Тоғжан? Тоғжан қайта тоқтап қалды. Өте тамаша сұхбат болып жатыр. Өзіме ұнап отыр. Тоғжанның сондай ашықтығы. Болды. Тоғжан. Шықтым ба деймін. Сені мақтап жатырмын ғой, сенің сондай мынау ашық жүзділігің, өзіңді қалай барсың солай ұстап отырғандығың, өте керемет әсерін берді. Және де сұхбаттың аяғына келіп қалдық аяғына, сен өзіңнен жас келіндерге деген бір өзіңнің кеңесің болса, қандай бір 5-6 кеңес айтар едің? Мысалға, өзіңнен қателіп кеткен жерлер бар ма, мүмкін болмаса, солай жасағанымда дұрыс болар еді, негізі сол кез дұрыс емес болды деген жерлеріңді. Негізі ең бірінші келін болып түскенде, бұл біреудің үйі, біреудің мамасы, вообще мен бөтен үйге келдім деп ойламау керек. Кәдімгі өзімнің үйім, осы үйде тұрам.
енем менің Тамаша. осы үйде не істеді деп қызмет жасады. Енді менің не очередіме не келді очередім. Мен қызмет жасауым керекпін деп кіру керек негізі үйге. Сосын барлық нәрсені жүрекпен, таза ниетпен жасау керек. Сол кезде ниетіңе қарай Алла тағала да бәрін жақсартып тұрады. Бары сол шынайылық, таза ниет қой. В общем, қаншалықты таза болсаң, соншалықты өмірлік жолыңда таза болады. Ол 100% дәлелденген. Прям кеңес, керемет кеңес. Осындай нағыз келін осындай болу керек деп жатыр саған міне. Мақтап жатыр. Рахмет. Мақтауға тұрарлық, Тоғжан керемет жан екенсің. Өте қатты ұнады. Сұхбатқа келіскеніңе үлкен алғыс саған, себебі. Рахмет, сіздерге рахмет. Мені сұхбатқа шақырғансыз. Мен бірінші рет сұхбат беріп тұрмын бұлай негізі. Рахмет көп-көп. Оқырмандарға тілегің болса? Барлығымызға тек Алланың нұры жаусын, әрдайым өміріміз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Тек жақсылық тілеймін. Сізге де табыс, осы бағдарламаны Құдай қаласа телевизиядан шақырып тұрыңыз мені каналға. Аумин. Алып қайрық солсын десе. Тоғжан келіңіз, давайте повторим деп Құдай қаласа. Құдай қаласа. Барам барлығымызға. Алла жаса осы эфирді сақтап қоямын. Болашақта мен айтып жатырмын ғой, қазір шығып жатқан келіншектер, шығып жатқан кісілердің бәріне айтып жатырмын. Болашақта өздеріңіздің атты жөндеріңізді өзгертпеңіздер, себебі мен астына жазып белгілеп кетемді. Сіздер болашақта мысалға жаңалықтарда, осындай бағдарламаларда іздеп қалу мүмкін. Мысалға сіз ұнап қалуыңыз мүмкін. Қалу мүмкін. Сондай уақытта өзіңіздің парақшаңызды іздеп тауып алатындай, парақшаңыздың есімін ауыстырмаңыз. Біздің жаңа лайф сұхбат бағдарламасына келісіп, қонақ болғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сізге үлкен алғыс, бақытты болыңыз жанұяда. Рахмет. Аумин. Осындай сұлу болып, адам өзінің ашықтығымен, адам өзінің қылықтылығымен әдемі сұлу бола алады. Сондықтан өте сұлу келіншексің, өте ақылды, өте сыпайы, өте мынау келінге нағыз қазақтың келіні, нағыз символ, жаңа не дейді ғой, саған қарап жас келіндер үлгі алатындай келін екенсің. Сондықтан осы қалпыңнан тайма деп тілеймін. Саған үлкен алғысымды білдіремін. Үлкен рахмет саған. Бала шаған көп болсын. Көп балалы ана атан, ақ жаулықты үлкен кемпір ата, не дейді? Кемпір деппін ғой, Құдай, әдемі апаға айнал деп айтқым келген. Енді тікелей эфир болған соң осындай келеңсіз жағдайлар болып қалады. Оның үстіне біз анандай қазір қазақтар негізі орыс тілді көп қосып сөйлейміз ғой, сондықтан бұл тікелей эфир маған мынандай қазақ тілде ғана болса, тек қана қазақ тілде болса, қазақ тілді дамытсақ деп. Енді бір-екі қызды шақырдым, блогер қыздар, олар орысша береміз деп отыр. Енді Құдай қаласа көре жатармыз. Бірақ нағыз қазақ несі болса деген ниетіміз бар. Сондықтан үлкен алғыс, үлкен рахмет, қайырлы түн. Алла тағала түн тыныштығын берсін. Аумин, барлығымызға да түн тыныштығын берсін, Құдай қаласа. Аман есен түннен таңға жетейік, Құдай қаласа. Тек барлығымызға жақсылық, сәттілік тілеймін әрдайым. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, жақсы.